Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. Еске түсірейікші, сәуле дегеніміз не? Сәуле дегеніміз нүкте, осы нүктеден шыққан түзу сызықты біз сәуле деп атаймыз. Ал координаталық сәулені сызу үшін біз осы нүктенің төменгі бөлігіне 0 санын қоямыз. Ал жоғарғы бөлігіне сәйкесінше О әріпін жазатын боламыз. Және түзуді теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Әрбір бөліктің арасы теңдей бірдей, яғни арақашықтығы тең болуы тиіс. Теңдей бөлікке бөліп болғаннан соң, біз оның төменгі жағына координаттарын жазамыз. Яғни координаттары дегеніміз сандарды жазып шығамыз. Яғни 0-дың қатарына өсу ретімен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жерде бірден де басталмауы мүмкін, 5-тен, 5, 10, 20 деп басталуы мүмкін. Бірақ әрбір санның арасы бірдей болу керек. Егер 5-тен бастасаңыз 5, 5, 10. Яғни еселеп отырған санымыз олар теңдей болу керек. 2 болса 2, 4, 6, 8 деген сияқты. Ал енді координаттарын, яғни сандарды жазып болғаннан соң, біз бағытын қоямыз. Бұл бізде x деп жазылады. Яғни 0 саны біз O болса, бағыты x болады. Демек, O бізде ол координаттың басы, координаталық сәуленің басы O болса, ұшы x болады. Яғни координаталық сәуленің басы және ұшы бар. Басы O, ұшы x. Енді координаттарын жаздық, координаталық сәуленің жалпылама сызып болдық. Енді осыған біз қандай да бір нүктелерді орналастыруды үйрене кетейік. Ол үшін мәселен сізге айтады, 3 санына А нүктесі орналастыр дейді. Демек, сіз 3-тің бөлігіне А-ны жазасыз, 3-тің бөлігіне нүктені қоясыз да А әріпін жазасыз. Нүктенің аты әрдайым латынның бас әріпімен жазылады. Ескереміз. Мәселен, Б нүктесін 5-ке қой дейді. Демек, Б нүктесін Б-ны жазамыз да нүктені 5-тің тұсына қоямыз. Е нүктесін 6-ға және 8-ге F нүктесін қой дейді. Қалай оқимыз? Оқылуы өте оңай. А нүктесінің координатасы 3-ке тең. Б нүктесінің координатасы 5-ке тең. Е нүктесінің координатасы 6-ға тең. F нүктесінің координатасы 8-ге тең деп оқимыз. Яғни, мына сандар бізде координаттары. Яғни, жазған сандарымыз біздің координаттары деп айтылады. Енді бұны қалай жазамыз? Бұларды жазу үшін біз оқуындағы мән берейікші, А нүктесінің координатасы 3-ке тең. А-ны бірінші айтып тұрмыз әріпте. Жазылуында да дәл солай. А бірінші жазылады да, жақшаның ішіне, координат ол жақшаның ішінде жазылады. Жай жақшаның ішінде. Нешеге тең? Координатасы 3-ке тең. Демек, А-ны жазамыз, сосын жақшаның ішіне 3-ті қоямыз. Дәл солай Б нүктесінің координатасы 5-ке тең. Е нүктесінің координатасы 6-ға тең. Ал табыңыздаршы, F нүктесінің координатасы нешеге тең? F нүктесінің координатасы 8-ге тең. Ал координаталық сәулені біз түсіндік. Координаттарды оқуды, әріптерді оқуды білдік. Енді сізде осындай координаталық сәуле сызылған, берілген дайын барлығы болса, сізге мынандай сұрақ болсын. Нүкте кесіндіні тап. Мысалы, FG кесіндісінің ұзындығы қаншаға тең? KM кесіндісінің ұзындығы қаншаға тең деген сияқты. Осылай сұрақ болсын. FG кесіндісінің ұзындығын сұрап тұр, және KM кесіндісінің ұзындығын сұрап тұр. Ол үшін біз F және G-дің арақашықтығын тауып алайық. F-тің координатасы 2-ге, G-дікі 8-ге тең болып тұр. Енді G-дан үлкеннен, яғни оң жағында орналасқан санынан
азайтамыз, сол жақтағы санды, яғни 2 0-ге жақын санды азайтамыз. X-ке жақын санды 0-ге жақын санды азайтамыз. 8-ден 2-ні азайтсақ, болады 6. Демек, FG кесіндісінің ұзындығы бізде 6-ға тең. Келесі KM. K-нікі 4-ке, M-дікі 14-ке тең тұр. Бізде X-ке жақын 14 саны тұр. Демек, 14-тен мен азайтамын 4-ті. Сонда жауап 10 болады. KM кесіндісінің координатасы 10-ға тең. Арақашықтықты осылай табамыз. Кесіндінің ұзындығын. Енді төменге ссылка қалдырдым. Миллион кімге бұйырады ойынын ойнап, миллионер болыңыз.